Сүйенген батыр сетке ақын арына дегендей сайысатын сахнамына алдарыңа қайтайын алып шыға келдім. Қамалы қаншақының қақырадыма кешегі тектілердің мекен едің. Айналған жақсылардың атырабына түркі жұрты қашанда қарыздар ғой, Түркістан Сауран менен отырарына. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, Шымғала шырайлым атырабына. Жер шоқтығы киелі Көкшетаудан Ордалы оңтүстіктің топырағына. Жараған жүйрік едім бауырынан, қамшыны тегізбеген сауырынан. Жеребеде бауырыммен жұп болдым ғой, айналдым Шымкенттің қауымынан. 8-ші ақының боп шығып тұрмын, 8-дің келген кезде ауылынан. Бұл Шымкент ұлыларға қала болған, дегендей жақсыларға пана болған. Бүгінгі қарсыласым оқушы ғой, аумайтын бала батыр даналардан. Кешегі Ұлабайда қорыққан ғой, бүгінгі жарып шыққан балалардан. Ислам әлде алтын ұлды туып берген, алтын құрсақ айналдым аналардан. Мен бүгін өнерменен шыңдаламын, дегендей жақсылардан үлгі аламын. Ал бауырым барыңды сал, жаныңды сал. Ұланы болған кезде бұл даланың бір жандай ағамыздың баласы еді. Бапталды міне бүгін шыңдағаның. Ал бауырым тайсалмай көсілгейшін, егері болалғайсын шын бағаның. Бір жанаға рұқсатын беріп жатса, әкесін танытайын бұл баланың. Өде шап! Ағасы осы жерден құлап отсын, демеймін мына маған жылап отсын. Өде! Әкешім балаңа әкеңді танытайын дейді, ана жақта әке қалай шыдап отсын. Біз едік осы айтыстың жасуланып, топқа түссе қалайша тосылады. Қайтайын алып келдік қой алдарыңа, сен бар кезде балаң қалай жасынады. Бірақ та бізді бала көрмеңіздер, кішкене алаңдатады осы жағып. Тау суы да тамшымен тасынады, теңіздерде тамшымен қосылады. Әкесін танытайын бұл баланың деп кейде мына балдар кейде жамандайды ғой осылары. Бірақ та бүгін сені сескедемін, сол кезде шабытыңыз басылады. Жас бала оқталмаған мылтықсынды бір көргенде мазаны қашырады. Жаман жырын жолдамаған, ақындарың өтірік алдамаған. Тағы бізге қошемет соғыңдаршы, баланың бір емеспін жолда қаған.
ағайын тағы қолдап қойыңдаршы, қошемет соғылсыншы қолда жаман. Екі қол 10 саусақпен қолдап отсаң, 10 балдан кем болмайды, ол да маған ай. Бұл ағамның шабысы бөлек боп тұр. Бұл әлиді шыныммен жеңеттеп тұр. Алтын анадан айналдым деп қояды. Халық бұл сөзіне де сенеттеп тұр. Алтын анадан туылдым ғой, ақтау керек. Жазғанын дәл бағынан көрет деп тұр. Сол ақ сүтті анамның ақтау үшін алтынға менің баруым керек болдыр ай. Бұл ағам сахнада заулайды екен. Мына бізбен айтысып зарлайды екен. Әкеңді танытайын деп қояды, бұған сөз беруге де болмайды екен. Бір жанның сен елінен келдім дейсің, ағайын мына бізді қолдайды екен. Бір жанның елінен бұл келсе дағы, түрі бұның тукадан аумайды екен ай. Шып! Ау! Ақының айтысқанды көп көріпті, осылай айтысуға ептеліпті. Ағасы сіз басыңызға бөрікпенен ағайын алдында сіз шынымен отырсыз ғой боп көрікті. Дайындалған айтысқа күні түні, ақындардың айтатын жыр ұтымып. Ағасы басыңызға киіп апсыз домбыраның басында жоқ күні ай. Ей, інескек ағасы қайық беген, өлен деген негізі қайып бекен. Бастағы өкімізге тиісті ғой, қалайша тұғырымнан тайып кетем. Өкілі абырайды кім білмейді, айтқан сөзі асылға лайық екен. Ей, өкілі абырайдың елінен кеп, өкілі бөрік кисем айып бекен. Ей, мен бүгін шын жүректей заулаймын ғой, дегендей жан жағымды шарлаймын ғой. Ағасы тукадан аумайды дейді. Бұл сөзінен мен бірақ танбаймын ғой. Ей, осындай өкілі киіміммен өкілі абырайдан аумаймын ғой. Ей, көңілін бұл бауырдың жайғылайын, ендеше керектіні сайғылайын. Қайта-қайта шапалақ сұрап отыр. Осындай бір әдетін қойдырайын. Ей, шапалаққа тоймаған бұл бауырды шоколадқа жақсылап тойдырайын. Ей, қолға алған дәл осындай бір іс шығар. Ақындардың сайысы күміс шығар. Әкесін тан-тан деп айтқан кезде бұл бауырдың мінезі қырыс шығар. Бір жандай ағам отыр қапталымда. Бұл кісі бүлінгенде ыдыс сынар. Ей, осындай бұл ағамыз айтыстарда жүре алмай, қанжағаңыз көп майланып жүрген жоқ қой. Демеймін, жолыңызда бұрыс шығар. Ей, әлидей жақсы ұлы тұрған кезде әкесінің айтыспауы дұрыс шығар.
Ей, жырыңның бауыр кәне төк қайнарын, жаңғыртып шымғаланың тек таймағын. Кім келсе де бұғайын деп тұрғам жоқ, белімді бекем буып бет байладым. Бауырым кезегіңді ұсынайын, жырдым мен анасына шек қоймадым. Оқушы деп өзіңді сыйлаймын ғой, мәле жаққа тайсалмай беттайларын. Ей, көк бөрінің ұрпағы болсан егер, айтыстың көкке көтер көк байрағын. Ағасы бұл сөзіңе берілгем жоқ, мына саған жеңілердей көрінгем жоқ. Айтыстың көкке көтер көк байрағын деген жыры көмейден көрінген жоқ. Өзің бірақ басқа елдің адамы сияқтысың, адасып отырмағын еліңнен көр. Мен қияда самғай тұрсам, ұят қой суырып сала алмай тұрсам, мен өзіңе жауапты берейінші. Айтысуда әрқашан заулай тұрсаң, туыңды көкке көтер деп қояды, өзі туды көтере алмай тұрсаң, ай. Ау, Шымкенттің менде жақсы жігітімін, әрқашан айтып жүрген жұрытымын. Үкіңе жауап тауып қойыпсың ғой, жақсы болды айтылған бұл өтімің. Менің басымда бірақ үкі жоқ болса да, елімнің үкілеген үмітімін, ай. Көп тұрсың ау, ағайынға сен аңтаң боп тұрсың ау. Басыңа үкі тағып краш болып, әлимен айтысуайым жеп тұрсың ау. Басыңа үкі емес түлкі тақсаң, тукадан ас кетейін деп тұрсың ау, ай. Тектінің сіңіргесін даналығын, бауырдың кешірейін шалалығын, қайта-қайта тука деп айта бердау, бұл бала қоймайды екен балалығын. Ей, қабағыңды дей алмаймын түйіп алышым, басыңды дүймелге үйіп алышым. Бауырым ұсақталмай кесек сөйлем, ал айтатын күрделі сөз жиып алышым. Ей, қызғанып мына мені көре алмасаң, басымдағы үкімді киіп алышы. Ей, ұстаған еңсесінде бойында тік, басына орнағандай дәйім бақыт, бесігінде тербеткен сандарынды, осы елдің күнінде құт, айында құт. Соның бірі Бейсенбайдай атам еді, айтылмай қалмасын бұл жайында төк. Қазақ руханиятының батыры деп баға беріп Ербаукен, саған бой айтылмай қалмасын бұл жайында төк. Қазақтың ұлабайын дәріптеумен, зерттеумен еңбек жазды қойып уақыт. Кешегі қаншама мықты шәкірт тәрбиелеп,
жаңа өмірге жіберді ау дайындатып. Мен осы Бейсенбайдай ағамнан айналайын, құшағын шәкірттерге жайып жатып, тұлғасынан айналдым ол кісінің, ешқашан көксемеген дайын бақыт. Ей, қысқасы Түркістаннан шыққан ұлдар түркі жұртын келеді мойындатып. Ей, бауырым өлең жырды жаратардай, қалың елдің назарын қаратардай. Бағанадан дәл саған соғып жатқан әй қошеметпен шапалақтай, ал алақандай. Бауырым деп мына маған айтасың ғой, өзің тағы болғанда балапандай. Ей, құшағында, ей, інім боп шыға келсең Қаратаудай, құшағыма басайын Алатаудай. Ағасы айтсамын менде қайнап, отырмын ғой өзіңдей пенден ойлап. Құшағыма басайын деп отырсың, жырыңды айтқансың ау сенде байлап. Төбеңізге көтердіз мына мені, бұл әлі Шымкент деген елде қойнап. Ағасы сен қиналып не қыласың, көтер алмас шоқпарды белге байлабай. Бісміллә, елге сенім артып тұрмын, Шымкентте отқан соң шалқып тұрмын. Үкіңді шешіп едің, сасып қалдың, осылай мен шаттыққа балқып тұрмын. Жасымнан домбыра ұстап топқа кіріп, жалынан асаутайдың тартып міндім. Тоқтағанға ағайын деп ойламап, демеңдер мынандайдан қорқып тұрмын. Осы айтысың ең кішісі мен екенмін, сондықтан соны ойлап жырымды айтып тұрмын. Үлкендердің шыққан соң айтысына қобалжып сәл кішкене толқып тұрмын. Толыққанға қорықты деп ойламағын, мен әшейін аяғымды тартып тұрмын. Ел сүйсініп қарайтын түріміз бар, соны ойла қызара бөртіп тұрмын. Мыналардан қорыққан түгімде жоқ, көз тиіп кете ма деп қорқып тұрмын. Шоп! Ақының өлеңіне алаң болды, бұл ағамның шабысы жаман болды. Мен өзіңе бірдеңе айта кетем, атака берейінші саған денді. Қола домбыра айтысында осы айтысқа арнайы арқа жақтан дүбірлетіп аман жол ағам келді. Сондықтан сен дұрыстап айтысқайсың. Сен дұрыстап айтсаң аға жанау, ол атам көтереді саған қолды. Егерде сен дұрыстап айтыспасаң, тек ютубтан көресің аман жолды ай. Ағайынның көңілін табаламыз, осылай біз доданы жараламыз. Шымкент нағыз тамақтың ордасы ғой, сіз бұны жақсылыққа саналаңыз. Әйгілі Кәусар менен Медина бар, 24 сағат онда демаламыз. Жеті тандырдың бізде жетеуі бар, Яндекс 2
вагистен таба аламыз. Колыстан әсіппенен сорпа ішіп, сайрамнан шашыликпен нан аламыз. Осылардың барлығын қорту үшін севердің балмұздағын жеп аламыз. Ағасы бірақ оған алаңдамап, бұл сөзімді қаттырақ бағалаңыз. Аузыңыз ашылып отқан кезде ашылып кетпесінші оразаңыз ай. Ей, назарын дүймелім бөліп отсам, бауырым асқа жырын төгіп отсам, ютубтан көресін деп бұлағамды, бұл бауырым өзіне сеніп отсам, ай бауырым сен негізі қатырасың, кезегімді осылай беріп отсам, мен қалай ютубтан көремін ғой, оны шынайы аманжылағаны көріп отсам. Ей, көңілді құлазытпай күз секілді, ақындар айтсады біз секілді. Бауырымның шабысына риза болдым, баба жолын жалғаған іс секілді. Бір жандай ағамыз жасай берсін, бұйырса көре жасың жүз секілді. Ей, қасында әли қалай жаман болсын, жақсы әкеден туған ғой сіз секілді. Ей, құмарым қалай бүгін басылмайды, күнірі қалай ғана шашылмайды, ауызыңыз ашылып кетпесе деп, бұл бауырым берекетімді қашырмайды. Ей, шабытым ашылмаса осы жерде ауызым ешқашанда ашылмайды. Жақсы, қайрай. Ей, жарасқан сәкендердің сәнім берсін, күләштәрдің әнім берсін. Бар жақсылық тілеймін бұл бауырға, жаратқан тілегімді қабыл көрсін. Атты яғын басатын тай секілді, өмірде лайықты бір орын берсін. Биігіме көтерем бұл бауырды, жақсылар мына маған қолын берсін. Алла қалап айтыстан соң қазыларда бауырға лайықта орын берсін. Ей, бұйырса Алла қалап бұл бауырға аман жолдай ағамның жолын берсін. Жақсы, бір шумақ, Әли. Ағасы сен айтыстан көп қалдың ба? Әлиден бір-ек шумақ жеп қалдың ба? Қайта сен бөрігіңді киіп алшы, бауырым айтысыңнан тек қалдың ба, басыңнан бөрігіңді шеткен кезде бағыңнан айрылғандай боп қалдың ба? Жақсы. Ішім толы толғаумен толған старға, Алла деп түсеміз ғой ал жарыстарға. Аман жолдай атама айтарым бар десеңіз мына бізге жолдас қалма. Қалай өзі қоладағы шабысымнан күміс домбыра айтысында өзгеріс бар ма? Ал ендеше жауабын айтыңызшы, алға қарай жылжитын қозғалыс бар ма? Тиктоктың тіліменен айтар болсам, қалай бұлай финалға возможность бар ма? Жақсы болды, рахмет Берденбек. Бұл айтысқа өте бейім, бауырды алға қарай жетелейін, жарайды осы жерден қозғалайын, ана жақта шоколад әперейін. Жамбылдай ұстаз көрсем бұл ағаңды, Сүйінбайдай төбеме көтерейін. Жақсы болды, рахмет. Ай, құрдасыға өңді. Болғандай жаназаның ағасы саған ұйқас табаланын, шоколадыңды жемеймін мен, бірақ та өйткені дәл қазір мен оразамын. Ағасы, сіз өлеңге салмадыңыз. Шынымен мына бізді қолдадыңыз.
қайта осылай қайта домбыра шумақ айта беріп неге күміске емес күміс қаламға бармадыңыз? Жақсы, болды, Берденбек. Келгесін жақсылардан тыңдап кеңес. Бауырым отырғанда жырлап белес. Ауызым ораза деп айтқан кезде мен емес айта алмаймын. Кеңесті ұрлап айта алмаймын. Осындайда ұрлап кеңес. Бауырым шоколад ештеңе емес. Тәтті исламнан қымбат емес. Жақсы болды, рахмет. Болды, Берденбек. Мен қалай тобалдында сайрамайын, қалайша қанша тілді қайрамайын. Аға, осымен доғарамын. Жарайды, ана жаққа сай болайын. Баламен жұттап берген финалда баладай көңілінен айналайын. Көмейінде шумағы бар болар. Ағамыз дәл осылай зарналар, зарланар. Ағасы қой дегенге қоймағандар бәрібір қой дегенге зар болар. Бауырым, бұғағаңыз бекіп кетті. Басыңызға бір дәурен жетіп кетті. Бауырым, осы жерден доғарайық. Деске біреме өт кетті. Жақсы. Рахмет. Бөркіңді ала кет, Берденбек. Бөркіңді ала кет. Жақсы. Бұл Берденбек домбырасы жақсы айтса деген. Бағанада домбырасы біз айтысып еді. Ал. Қазылар алқасы. Финалдық кезеңінің соңғы жұбы Ақмоладан келген Берденбек жеңді дегендеріңіз қол көтеріңіздер. Ислам Әли жеңді дегендеріңіз. Қазылар алқасы бір ауыздан айтыстың ақтық сындарына Ислам Әли шығарды.